кез келген фигуралардың неше төрт бұрыш, неше үш бұрыш екенін табу үшін ең оңай жолын көрсетейін деп отырмын. Қараңыздар, мына фигурада төрт бұрыштар нешеу және олардың атауын жаз деп тұр ғой. Бірінші нешеу екенін біліп алайық. Мына бір бөліктерін санайсыздар. Бірінші бөлік, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Сол бөліктерді бірінші, екінші, үшінші, төртінші бөліктерді қоса саласыздар. Сонда неше тік төрт бұрыш бар екені белгілі болады. Бұл ең оңай тәсілі. 1-ге 2-ні 3, 3-ге 3-ті 6, 6-ға 4-ті 10, 10-ға 5-ті болса 15. Демек, мына фигурада 15 тік төрт бұрыш бар. Өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Ал мына үш бұрышта неше үш бұрыш бар екенін санау үшін мына бөліктерді қоса саламыз. Бірінші және екінші бөлік тұр ғой. 1-ге 2-ні қосса 3 болады. Мына бірінші фигурада 3 бұрыш бар. Енді екіншісі, оны да осындай тәсілмен анықтаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, үш бөлікке бөлінген. Бірінші, екінші, үшінші бөлік деп жазамыз да қосамыз. 1-ге 2-ні 3, 3-ге 3-ті 6. Демек, мына екінші фигурада 6 үш бұрыш бар. Үшінші фигурада да дәл солай. Мына бөліктерді санаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. 1, 2, 3, 4. Осылай ең оңай тәсілмен фигураларда неше үш бұрыш, неше төрт бұрыш бар екенін анықтауға болады.